Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында сөйлеген сөзінде, кітап құмарлық жақсы қасиет. Біз ең алдымен жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз деді. Аталған ретте жезқазғандық оқырман жастар кітапты оқып қана қоймай, оны әлеуметтік желі арқылы өзгелерге насихаттауды да жақсы үрдіске айналдырып келеді. Әсел жақсылық оқыған шығармасын желідегі достарымен бөлісуді әдетке айналдырған. Қала іргесіндегі Кеңгір ауылындағы орта мектептің биылғы түлегі айына кемінде 2 кітап оқимын дейді. Оқыған кітабының мазмұнын, шығармадан түйген ойымен алған әсерін өзгелермен бөлісу үшін арнайы контент әзірлейді. Мен осы кітап оқуым арқылы кітап оқитын орта қалыптастырдым. Мені сол адамдарды тапқан сәтте сол кісілермен мен жиналып кітаптарды талқылай бастадым. Одан бөлек алыста жүрген достарымның өзі әлеуметтік желіден маған тікелей шығып, Әсел мен мынандай кітапты оқып едім, сен де соны оқып көрші, екеуміз бірге оны талқылайықшы деген идеялар да келді. Қанша жерден достарың көп болса да, кітап оқитын, кітап талқылайтын достарының болғаны өте күшті екен. Әселдің көркем әдебиетке қызығушылығы 7-ші сыныпта басталған. Алғашында оқыған кітабының мазмұнын анасына айтып беріп, кейін біртіндеп әлеуметтік желіге ауысқан. Осылайша ғаламтордың игілігін де оң мақсатқа пайдалануда. Біздің кітапханамызда мен оқыған бір кітап жобасы бар. Сол жоба аясында осы оқырмандарымыз өздері оқыған кітаптарды насихаттап, сол кітаптан алған әсерлермен бөліседі. Ол кітаптың өмірлеріне қалай әсер еткені жайында осы мен оқыған бір кітап жобасы аясында талқылап айтып береді. Қалалық кітапханада 6000-нан аса кітап қоры бар. Кітап оқитын ұлт жобасы аясында келушілер үшін ыңғайлы орта қалыптасқан. Бүгінде руханият ордасына келушілер саны артуда. Олардың басым бөлігі Әсел секілді кітап құмар жастар. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.